Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгін санның факториялы орналастыру мен алмастырулар тақырыбын жалғастырамыз. Бүгін Б, С деңгейлерін талдайтын боламыз. Ал ендеше бастасақ, ең бірінші бізде есеп теңдеуді шешіңдер дейді. Тең алтыншы есеп. Бұл жерде бізде аның x1 және тең ол 2 деп тұр. Бұл жерде біз орналастырулар формуласына саламыз. Яғни x факториал бөлінген x минус 1 факториал. Ол бізде 2 тең. Бұл жерде біз x факториалды түрлендіре аламыз. Яғни x минус 1 x минус 1 факториал көбейтілген x деп жазсақ болады. X минус 1 факториалға тиіспейміз. Осыған дейін естеріңде болса, біз үлкен санды түрлендірдік қой. X-тен x минус 1 кіші ғой, сондықтан біз x-ті түрлендіреміз. Ол тең 2. Сонда x минус 1 факториал мен x минус 1 факториал қысқарады, бізде x тең 2 деген ғана қалады. Енді тура сол жағдайды мына жерде де қарастырамыз. Яғни x факториал бөлінген x минус 1 факториал. Ол тең бізде 2x-қа. Мына жерден x шығатынын білеміз, сонда x тең 2x болады. X-ті мына жағына көшіреміз. 2x тең 0. Сонда бізде x минус 2x, ол бізде минус x-ті береді. Ол тең 0, ал x тең 0. Бірақ та біз x-тің орнына қоятын болсақ 0-ды, ол 0 жағдайдан біз бір жағдайды таба алмаймыз. Сондықтан бұл x тең бізде 0 деген жауап болмайды. Яғни бұл жауап қанағаттанбайды. Яғни бұл теңдікке келмейді деген сөз. Келесі дәл осы есептің үшінші және төртінші жағдай болып табылады. Және де ашып жазатын боламыз. X факториал азайтылған x минус 2 факториал тең 2x. Мына жерде факториал бар. Бұл жерде біз x-ті тағы түрлендіреміз. Біз оны былай жазуымызға болады. X минус 2 факториал. Мына жерінде x минус 1 x деп жазсақ болады. X минус 2 факториал. Бөліміне тиіспейміз. Тең 2x. Сонда x минус 2 факториал мен x минус 2 факториал қысқарып кетеді. Сразу жақшаны ашып жіберсек, мына жерде x квадрат алынған x тең 2x береді. Оны біз мына жаққа көшірсек, x квадрат минус 3x болады. Ол тең 0-ге. Енді бұл жерден x-ін шығарып жіберсек, x минус 3 қалады. Тең 0. Енді бұлар жеке 0-ға теңестіреміз. X тең 0, x минус 3 тең 0. Ол бізде x тең 3. Және жағдай бойынша бізде 0-ды ала алмаймыз, түбір бола алмайды. Яғни себебі мына жерде біз 0 жағдайының ішінен керек 2 жағдайды ала алмаймыз ғой. 0 жағдай деген бізде жоқ деген сөз ғой. Ал 3 жағдайдың ішінен аламыз. Сонда біздің жауабымыз 3 болады. Келесі жағдайда да сөйтетін боламыз. Яғни x факториал x минус 2 факториал тең 3x плюс 12. Сразу жазсақ болады. X мына жақтан бізде x квадрат минус x шығады, және біз түрлендіруіміз арқылы алғанбыз. Ол 3x плюс 12. Бізде сонда x квадрат минус 4x алынған 12. Ол тең бізде 0-ге. Сонда дискриминант тапсақ, 16 қосылған бізде 4 көбейтілген 12. 48-ге 16-ны қосасын 64. Ол бізде 8-дің квадрат екенін ұмытпаймыз. Енді x1 мен 2-ні табайық. Соны мына жерге қойсақ 4 плюс минус 8 бөлінген 2. Сонда бізде бірінші жауабымыз 4 қосылған 8, 12, 12-ні 2 бөлесің 6. 4-тен 8-ді азайтамыз, ол минус 4, минус 2-ні береді. Сонда біздің жауабымыз минус 2-ні біз ала алмаймыз. Сонда біздің жауабымыз 6 болады. Жауап тең 6 сонда. 8-де 7-ші есеп. 8-де 7-ші есеп бізде 2 шарттан тұрады. Яғни бірінші шартын қарасақ, 20 оқушыдан сынып басшысы мен спорт жұмыстарына жауап берушіні таңдаудың қанша тәсіл бар екенін табуымыз керек. Бұл жерде біз орналастырулар тәсілін қолданамыз. Яғни А-ны қолданамыз, иә. Сонда біз 20 оқушының ішінен 2-ін таңдап алуымыз керек. Сонда А 20-дан 2, ол тең бізде формулаға саламыз. Яғни 20 факториал бөлінген 18 факториал. Сразу жазсалайын, азайтсақ. Сонда бізде 20 көбейтілген 19. Ол бізде 380 береді. Келесі бізде екінші шарт 3, 4 және 5 бағаларының бірін 2 оқушыға қоюдың қанша тәсіл бар дейді. Бұл жерде бізде қайталанбайды немесе қайталанады деген шарт берілмеген. Сондықтан біз қайталанады деген тәсілді ала аламыз. Бұл жерде қайталанбайды десек, біз осыған дейін санды орнына қою, яғни 3, 4 цифрларынан құралған 2 таңбалы сан дегенді өткен болатынбыз ғой. Сол тәсілді қолданамыз. Яғни 3, 4, 5 дегеннің барлығын біз мына жерге қоя аламыз.
3, 4, 5 деген бағаның бәрін ала алады. Және ол бізде 3. Оны көбейтеміз. Мына жерге екіншісінде де қайталанатын болғаннан кейін бұл 3, 4, 5 деген санның бәрін қоя аламыз. Сондықтан мына жерге 3 цифрді қоямыз. Олардың екеуінің көбейтіндісі бізде 9-ды береді. Яғни сонда бірін екі оқушыға қоюдың 9 тәсілі бар екенін табамыз. Яғни жауабы 9. Келесі бізде 8-де 8-ші есеп. Бірінші шарты. Екі фигураны 6 түспен бояудың қанша тәсілі бар дейді. Бұл жерде біз орналастырулар формуласын қолданамыз. Яғни А 6-тан бізде 6 түс бар, соның екеуінен қолдануымыз керек. Екі фигураға қолдануымыз керек 6 түсті. Сондықтан формулаға қоямыз 6 факториал. 6 азайтылған 2. Ол бізде 4 факториал. Біз алымын сразу түрлендіріп алайық. 4 факториал көбейтілген 5 көбейтілген 6 бөлінген 4 факториал. 4 факториал мен 4 факториал қысқарады. Сонда 5 пен 6-ның көбейтіндісі бізде 30 ғана алады. Сонда жауабы 30. Келесі есеп бізде 1 және 2 цифрларының көмегімен жазылатын мыңнан кіші натурал сандар қанша дейді. Бұл жерде бізде 1 және 2 бірінші бізде бір таңбалы. Бір таңбалы бізде 1 мен 2 сонда бізде 2 сан шығып тұр. Ал енді 2 таңбалын табайық. Бізде сонда 3 таңбалы сандардың бәрін табуымыз керек қой. 3 таңбалыға дейінгі 4 таңбалы кірмейді. Сонда біз ең бірінші қайталанады бұл жердегі шарт. Сондықтан мына жерге біз 1 мен 2-ні де қоя аламыз. Мына жерге 2 цифр қойғаннан кейін мына жерге 2 дейміз. Көбейтілген 1 мен 2-ні тағы жаза аламыз, себебі бізде қайталанады. Сондықтан бізде мына жерге 2 дейміз. Яғни олардың көбейтіндісі бізде 4 сан бар екенін табамыз. Келесі дәл солай 3 таңбалыны табамыз. Сонда бізде мысалы 1, 2 барлығын қолдана аламыз біріншіге. Яғни 1, 2-ні қолдансақ, мына жерге 2 цифр қолдана аламыз. Қайталанатын болғаннан кейін дәл осы ретпен қоямыз. 1, 2 көбейтілген 2 цифр қойсақ, мына жерге 1, 2, мына жерге 2-ні қоямыз. Сонда бізде 8 береді. 2 көбейтілген 2, 8. Енді осылардың жалпы қосындысын табуымыз керек. 2 қосылған 4 қосылған 8. Яғни бізде 14. Сонда жауабы 1 және 2 цифрларының көмегімен жазылатын мыңнан кіші натурал сандар қанша дейді. Сонда бізде 14 натурал сан бар екенін табамыз. Бізде теңдеуді шешіңдер дейді. Ол бағанағы біздің есебіміз сияқты, иә. Осыған тең қарастырған болатынбыз. Сол ретпен жазайық. X факториал. Мынаны формула бойынша ашамыз. Сонда x минус 2 факториал. Ол бізге тең 20-ға. Мынаны ашсаңдар білесіңдер, x көбейтілген x минус 1 ғана қалады. Оны және талдап кеткен боламыз. Ол тең бізде 20-ға. Сонда x квадрат алынған x, мына жағына сразу жасайық, минус 20 болады. Ол тең бізде 0-ге. Сонда бізде дискриминантын табайық. 1 қосылған 80. Ол бізде 81-ді береді, 4 көбейтілген 20. Яғни x1 2-ні тапсақ. 1 плюс минус 9. Ол бөлінеді 2-ге. Сонда біздің жауабымыз 1 қосылған 9 бізде 10, ол бізде 5 береді. Ал 1 азайтылған 9 бізде минус 8, минус 8, минус 4. Яғни бұл жауапта 4-ті ала алмаймыз, себебі минус бар алдында. Ал 5-ті аламыз, сонда жауабы 5 болады. Келесі бізде екінші есеп px тең 24-ке дейді. Px бізде нешеге тең? Ол бізде x факториалға тең болады, иә? Ол бізде 24. Қай санның факториалы 24-ке тең еді? Ол бізде 4, яғни x 4-ке тең. Келесі бізде 8-де 9-дың үшінші есебі. Және шарт бойынша ашамыз. Яғни x факториал бөлінген x минус 2 факториал тең x минус 1. Бұл бізде x үлкеннен 2-ден болу керек деген шарт қоямыз. Және x бүтін сан болу керек. Осындай шарттар қоямыз есепке. Бұл жерден біз білетіндей бағана қысқартып жүрдік. Сонда бізде x минус 1 деген ғана қалады. Ол бізде x минус 1 дегенге тең. Яғни бұл жерде бізде 2 жойылып кетеді. Сонда бізде 0 тең 0 деген ғана қалады. Яғни бұл бізде x кез келген сандар болу керек. Кез келген нақты сандар. Яғни сонда бізде бұл жерде екі шарт қойылды ғой. X үлкен 2-ден және ол бүтін сан болу керек. Сондықтан біз бұл жерде кез келген сандар, бірақ осы шартты қанағаттандыратын болу керек деген жауапты аламыз. 8-де 10-шы есеп теңдеудің түбірлерін табу қажетпіз. Біз бірінші бағанағыдай аны формула бойынша ашайық. X факториал бөлінген x минус 3 факториал тең 14x алынған 2x квадрат. Мына жерде сонда бізде x минус 3 деп жазайық. X минус 3 факториал. X минус 2, x минус 1, x деп алайық. Бөлінген x минус 3-тің факториалы. Ол бізде тең
14x алынған 2x квадратқа. Сразу мына екі жақшаны бір-біріне көбейтіп алайық. Екеуі бізде қысқарып кетеді. Сонда бізде x көбейтсек, x квадрат алынған 3x қосылған 2 теңдеуі шығады ішінен. Ол тең бізде 14x алынған 2x квадратқа тең дейміз. Енді біз мына жақшаны ашып жіктейтін боламыз. Сонда бізде x куб алынған 3x квадрат қосылған 2x тең 14x бұл жерде квадрат алынған 2x квадрат. Енді мына жерге көшіретін боламыз. Сонда 14x-іміз бізде 17x, енді бұл 14x пен минус 2x квадратты мына жаққа көшіреміз. Сонда бізде x куб қалады. 14x пен x квадраттарды көшірсек, мына жақта минус x квадрат қалады. Ал мына жаққа 14x көшірсек, минус 12x болады. Ол тең 0-ге. Енді бұл жерде біз x-ін шығарып жүрсек, x квадрат алынған x алынған 12 деген қалады. Тең 0. Тең 0. X тең 0 болады бұл жерден. Ал енді мына теңдеуді біз мына жаққа шешейік. Сонда бізде кәдімгі бізде квадратта теңдеу шығады. X квадрат алынған x алынған 12 тең 0. Жақшаларды 0-ге теңестіреміз. Сонда біз дискриминант 1 қосылған 48. Ол бізде 49 береді. Сонда x 1 мен 2. Немесе 2 мен 3 деп алайық, иә? Сразу 2 мен 3-ші жауап па бізде? Сонда 1 қосылған плюс минус 7 бөлінген 2. Енді жауаптарын табайық. 1-ге 7-ні қоссаңдар, 8, 8 2-ге бөлесің деп тұр. 1-ден 7-ні азайтып тастасаңдар, минус 6, минус 6-ны 2-ге бөлесің, минус 3 шығады. Бұл жерде біз минус 3, 0 деген сандарды қабылдай алмаймыз, бүтін санды ғана қабылдай аламыз. Сонда бізде жауабы 4 болады. Келесі бізде екінші есебін шығарайық осының. X-тен 3, жәнегі бізде ол x факториал деген формуламен ашатын боламыз. X минус 3 факториал тең 20x қосылған 4x квадрат. Нағыдай бұл қысқарып кетеді, сонда бізде мынандай түрге қалады. X минус 1, x минус 1, x минус 2 деген қалады. Ол тең бізде 20x қосылған 4x квадрат. Сонда екі жақшаны көбейтіп алсақ, x квадрат алынған 3x плюс 2 тең 20x қосылған 4x квадрат. Сонда ананы жақшаны ашып, жіктеп алайық. X куб алынған 3x квадрат қосылған 2x. Ол тең бізде 20x қосылған 4x квадратқа тең. Сонда бізде жауап, ана жерде жіктесек біз, x куб алынған 7x квадрат алынған 18 x тең 0. Бұл жерде біз x-ін жақша сыртына шығарып жіктейміз. x минус x квадрат минус 7 x алынған 18 тең 0. X тең 0. Енді мынаны мына жаққа көшейік. X квадрат алынған 7x алынған 18 тең 0. Экспериментін шешейік. Сонда бізде 49 қосылған 72. Ол тең бізде 121-ге тең. Сонда x екінші және үшінші жауаптары 7 плюс минус 11 бөлінген 2. Сонда бірінші жауабы
бізде 9 болады қосқан кезде, ал азайтқан кезде бізде минус 2 болады. Біз минустан мен 0-тан ала алмаймыз, сонда біздің жауабымыз 9 болады. Үшінші шартын қарастырайық енді. Х-тан 3, және біз формула бойынша ашамыз. Х факториал бөлінген х минус 3 факториал. Ол тең 2х куб алынған 5х квадрат. Ол алынған 6х. Бұл жерде біз уже жіктеп алған болатынбыз. Сонда бізде х минус 1 азайтылған көйтілген х минус 2 деген мына жағында қалатын білеміз, иә? 2х куб алынған 5х квадрат. Алынған 6х. Енді біз мынаның ашылған білеміз, иә? Бағанағыдай х квадрат алынған 3х және қосылған 2 шыққан болатын, иә? Енді біз сразу кубтап жаза салайықшы. Х куб алынған 3х квадрат қосылған 2х. Бәрін көбейтіп шыққан кезде осы теңдік шартын бағанадан көріп келе жатырмыз. Енді сразу жазсамызға болады, иә, сонда 5х квадрат алынған 6х. Енді бұны бір жаққа жүктейміз. Сонда бізде х куб мына жағына жіберейік, оң жағына жіберейік. Яғни сонда бізде х куб алынған 2х квадрат, 5х квадраттан қосамыз 3х квадратты, сонда азайтылған минус 8х болады. Ол тең 0-ге. Енді бағанағыдай х-ын шығарып жібереміз. Х квадрат алынған 2х алынған 8 тең 0. Х тең 0 және х квадрат алынған 2х алынған 8 тең 0. Енді бұның дискриминантын табайық. Сонда 4 қосылған 32. Ол бізде 36 береді. Ол бізде 6-ның квадраты, сонда х 2-де үшінші жауаптары 2 плюс минус 6 бөлінген 2. Яғни сонда біздің бірінші жауап 4 және минус 2 деген жауаптар қалды. Яғни біз бағанағыдай 0 және минус 2 жауабын ала алмаймыз, сонда біздің есептің жауабы 4 болады екен. Сонымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Тыңдап шыққандарыңызға үлкен рахмет. Есептер ұғынықты болды деп ойлаймын. Бүгін біз ботс деңгейін толық қарастырып шықтық. Назарларыңызға рахмет. Каналға тіркеліп лайк басып қоямыз. Сау болыңыздар.